Ал енді барша жазып, уайымдап, өздерінің ойын, өздерінің тілектерін білдіріп жатқан және негатив жазып жатқан жандар, барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Сосын, құрметті достар, өтініш барлықтарыңыздан бір жанды кінәлай берудің қажет жоқ. Мен айттым ғой, бармауымның себебі өзім кінәлімін. Сол себептен айналып келіп, Ақботаны кінәламаңыздар. Барлықтарыңыздан өтініш просто сол. Серке, қалайсың? Жақсымын. Тоқты қалайсың? Жақсымын, Серке. Сен қайдан келе жатсың? Сачиктен. Сенің атың кім? Серке. А мен кіммін? Тоқты. Серке, сен тоқтымен ойнайсың ба? Ойнайым. Тоқтыны жақсы көресің ба? Жақсы көрем. Серке, сен мені бір рет сүйесің ба? Сүйем. Қайсы? Искейсің ба? Егер де саған біреу тисе, Серке, тоқтыға айтып бер, жарай ма? Тоқты сені құтқарады. Тоқты мен Серке деген екеуміз боламыз. Тоқты, мен сені жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем, Серке. Қалай? Балаға тиіскен ұнады. Оның сөзіне 1 минут уақыт бөлуге жалғанем жоқ. Бұлай үндемегенде келісу деп түсіну қателікті, әркімнің өзінің деңгейі болады. Менімен сөйлескісі келетін адам, менімен беттескісі келетін адам, маған күйі жаққысы келетін адам, мен жүріп өткен жолмен жүріп кесін. Ең бірінші 1,5 миллион подписчик жинасын. Мақұл 50% жинақ бесінші. 700 мың подписчик жинақ бесін. Одан кейін 100 отбасыға хорошо халықпен бірге баспана сыйлап бесін. Айырғылаш тілдер бар екен ғой, сол тілдер көмектесетін шығар елдің алдына шығуға. Одан кейін налоговыйға барсында мен төлеген салықты қарап, сондай оборот жасап бесін. Әркімнің өзінің деңгейі деген нәрсе болады да, әркімнің өзінің биігі болады. Мен сынамайды екенмін, шын айтам. 15-20 мың подписчикпен маған не қылмай қойсын. Сосын ол адамның атың шықпаса жер өрте, арсыз болмай атақ жоқ деп, оның арсыздығына қосылып алып, мен оған подписчик жинап беруге менде тым жалғания жоқ екен, шын айтам. Ит үрет, керуен көшет. Не керек конкретно? Мен байып кеткенім өтін тесіп баратыр ма? Барсында налоговыйға барып арыз жазсын. Салық комитеті бар, кірістер комитеті бар, департамент па кірістер әлде. Барсында арыз жазсын соған. Шәуілдеп босқа, ит үрет, керуен көшет деп ит сияқты үрей бермей, айналасындағылар оған еріп өріп алмай, барсында заңмен кірістін да конкретно. 25 мың берек кетпесін ғана. Зұқағырда болып отыр, үлгеріп келі, молодец. Примерно 200 мың штраф. Білмейм, қаяққа несі штраф жасаған. Ужас айдадым, құдай өзі, сақтай көр деп, музыкамды өлі тастап, құдайға дұға жасап бердім. Жам мұқат, біреуін ғана қалдырасыш болды. Туған күн! Happy birthday! Ана, өтейтін өш қалдырын. Желание. Блогер болсаң осы. Жоқ, вообще білмеймін. Қандай болған ғой? Қан бота? Қанша алдың? 23-ке толды. Ұзақтан келеді. 4 сағат піскен ғой мұны, примерно. Мен сразу айттым ғой, ботаның мамасы құрып шығармайды деп. Тамақ істеп болған ғой бәрі. Ал кухняның гүлі бүгін шабыттанып ет асып атыр. Дым бітірмейді десіңдер. Міне, істеп атыр, жаным, міне. Ассаламу алейкум, достар, қалайсыздар? Қайырлы күн, барлықтарыңызға студияға келдік. Студияда ерекше атмосфера. Бүгін бізде Қосылайық бағдарламасында туған күн. Мына жерден бұрынғылардың адамдар келіп жатыр. Мына перденің артында кім бар екен? Мына жерде менің жаным жүр, мына жерде Нуни, қыздардың бәрі енді әдем болып киініп алған. Бүгін бізде мереке, бүгін бізде қуаныш. Өйткені Қосылайық жобасына бүгін 6 жыл, достар. Мына жақта. Екеуін түсіресіш, екеуін түсіресіш. Нақсы жеңшем болады мен. Жеңшелерім тауып адым, ескілер де келеді.
басқа қатысушылар да келіп қызық болайын деп тұр. Бүгін қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Біз эфирге дайындық үстіндеміз. Бүгін бізде туған күн. Пери, сәлем деп қой. Сәлем. Осы дайындықтамыз. Гала бар, Нуни бауырым бар. Ал, в общем, туған күн үйге кіріп, ай-шай қуырдақ жеп кеттік. Бірақ нағыз туған күн ертең болады, Құдай қаласа. Иә, жаным. Құтты болсын, 23 жасың аман болсын. Мына жақта декорацияларды қараңыздар, аңсар бізде оян. 224-тер, жігер молодец. О! Екеуміз парковкада кездесіп қалып отырмыз. Сторис салып отырған ғой сен. Не істеп жатсың деп кетті ғой маған. Қарамай еще телефон алып кеткен, баспен кеткен. Мені ана үйге кетеді, бұл ана үйге кетеді. Екеуміз молодец болып отырық еді. Биыл потолок қойып жатыр, 200 жыл. Иә. Ондай потолок қоймаған ешкім әлі. Аллаға шүкір. Алла сондай ризық несие беріп жатқанына, сондай мүмкіндік беріп жатқанына шүкір. Зато бәрімізде үй болады, бізде де үй болады, мамамдарда да үй болады. Зато бір-бірімізге қонаққа барып, сондай керемет. Ал енді мен Бексұлтанның чувствосы үшін жауап бере алмаймын. Жақсы көреді деп ойлаймын. Просто қазіргі кезде енді екеуміздің де жұмысымыз бар, білесіздер, иә. Үй салып жатқаннан кейін сәл-сәл қолымыз босамай, бір-бірімізге көңіл бөле алмай жүрміз. Суық емес, просто қалай айтсам екен, уақыт жоқ, бір-бірімізге кішкене сондай момент болып қалды да енді. Но андай не хватает романтики деген сияқты ғой, енді оның барлығы болады енді алдағы уақытта деп ойлаймын. Кешеде екеуміз телефонмен сөйлескен болатын сол жайында. Сол бүгін жаңа тамағым беріп шығарып салдым, өзім ғана бір нәрсе күте білмей, өзімде бір әрекет жасайын деп сонымен. В общем, Ақтауда көп маған интересныйға шыға береді да, короче, пончики с кремом, хит пончик болып жатыр, короче. Соны Серік екеуміз соны іздеуге шықтық. Мен алып баратыр, қинап тұр алып баратыр. Я қинап жейміз деп. Потому что каждый жейді, короче, интересныйға тиктокқа бүкіл жерге шыға береді. Достар, ассалаумалейкум. В общем, Алматыда алан нұр жауып, қатты жаңбыр болып тұр. Мұндай жаңбырлы күнде жаяу жүрген, конечно, ешкімге не выгодно. Сондықтан асыларыңызға бір машина келтіріп алу керек, машина алу керек десеңіздер, хабарлассаңыздар болып, без первоначального взноса. Мына жақта машиналар бар. Алматыға шығып бара жатырмық, сол баяғы. Бұйырса эфир үшін. Автобусқа мінейікші деп жүргенде қайда қалдым? Автобуспен барамын. Үндемей тұра тұрсыз, қазір жұрттың балдары машинамен барып келсе, бұлар Күнделікті қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.